Саламатсыздар ма, құрметті оқырмандар? Бүгін біз сіздермен бірге түс туралы әңгімелесетін боламыз. Адам не үшін түс көреді, сіздер білесіздер ме? Ежелгі грек және Рим мифологиясында ұйқы құдайы Морфейдің болғанын бәріңіз де білесіздер. Ал көптеген халықтардың ұғымында түс көру ұйықтаған адамның жаны оны уақытша тастап, басқа бір кеңістікте бой жазуы деп есептеген. Шындығына келгенде түс көру табиғи құбылыс. Бұл адам ұйықтаған кезде мидың кейбір бөліктерінің жұмыс жасап жататынының, яғни ұйықтамайтынын көрсетеді. Адам қатты ұйқыға кетіп, толықтай тыныштық күйге түскенде 2-3 сағаттан кейін мидың кейбір жеке бөлігі ояна бастайды. Міне, ұйқының осы кезеңінде адам неше түрлі түс көреді. Мысалы, күндіз іздеп таба алмаған зат түсіне кіріп, оның қайда жатқанын көреді. Таңертең тұрып сол жерді қараса, іздеген затын табады. Бұл мидың демалмай, ұйықтаған кезде жоғалған затты адам санасының көмегімен іздейтінмен түсіндіріледі. Бірақ кейде адам көреген немесе болжам түс көреді. Мысалы, адамның бірнеше жыл санасында шешімін таба алмай жүрген сұрағының жауабы түсіне енуі мүмкін. Оған дәлел атақты орыс ғалымы Менделеев өзінің химиялық элементтерінің периодтық кестесін түсінде көрген. Мұндай түстерді адам өмірінде 1-2 рет қана көруі мүмкін. Ал егер ондай көреген түстер жиі қайталанатын болса, ондай адамдар керемет аналитиктер немесе оларға көріпкелдік қасиет дарыған деп саналады. Кейбір адамдар көрген түсін сәуегейлікке жорып, оның шешімін арнайы түс жору туралы кітапшаларынан іздейді. Бірақ ондай кітапшаларда айтылған мағлұматтар барлық адамға келе бермейтінін естен шығармаған жөн. Құрметті оқырмандар, менің мағлұматтарыма қанық болсаңыздар, каналыма жазылып, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.